Сәлеметсіздер ме достар? Егерде үйіңізде қандала көбейіп құтыла алмай жүрсеңіз, осы әдісті жасап көріңіз. Бұл әдіс тексерілген. Мен өзім қалай әдістің әсер еткенін көрдім. Сол себепті сіздермен бөлісуді көріп жатырмын. Ол үшін бізге осындай біткен азелиттің ыдысы, мынаның ішінде ештеңе жоқ. Болмаса базардан осындай басында бір күші бар ыдыс сатып алып, осындай ыдысты жартыдан көбірек осындай жерге шейін су құйып алыңыз. Тастай су құйып алыңыз. Және де оған мына кез келген порошок болады негізі. Кез келген порошоктан 2 шай қасығын қосасыздар. 2 шай қасығы бізге жеткілікті, міне осылай. 2 шай қасығы жеткілікті. 2 шай қасығын осы суға қосасыздар. Мұқият тыңдап алыңыздар, иә. Және де оған осындай антисептик бар ғой, бұрында карантинде қолымызға жағып қолданушы едік қой, осындай антисептик. Мен антисептигім үлкен болып тұр. Дүкендерде бой осындай антисептик бар. Сол антисептиктің жартыдан көбін құясыздар. Мына суға, порошок қосылған суға құясыздар. Міне қайттан айтайын, иә. Осындай ыдыстың, мынау где-то жарты литрлік ыдыс. Соның жартыдан көбіне су құясыздар. Және оған 2 шай қасығы порошок саласыздар. Және антисептиктің, егер сіздерде осындай үлкен антисептик болса, оның осындай қатты, енді төмен емес, осындай жерден алып құйсаңыздар болады. Ол шамамен алған кезде где-то 100 граммдай болып қалады, болмаса 50 граммда болады. Сондай мөлшерде құясыздар ішіне. Сосын жақсылап тұрып араластырып, одан кейін жаңағы диванның шет-шетіне, қуысына, қай жерде қандала үйіліп қалған, сол жерге осылай себесіздер. Ол сепкеннен кейін 10 минуттан кейін бүкіл қандалаларыңыз түгелінен уланып, бірден өліп қалатын болады. Ол тіріліп кетпейді, өліп қалатын болады. Осы әдісті міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Бұл тексерілген әдіс. Сол үшін мен сіздермен бөлісіп жатырмын. Қандаладан оңай әрі тез құтылғыңыз келсе, осы әдісті міндетті түрде жасап көріңіз. Егерде сіздерге видеом пайдалы болған болса, видеоға лайк басып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Және де осы әдісті жасап көріп, әсерін байқаған болсаңыздар, комментарий бөліміне бөлісіп кетіңіздер. Қандаладан құтыла алмай жүрген туысқандарыңыз, достарыңыз болып жатса, осы видеоны сол кісілерге жіберіп қойыңыздар. Сол кісілерге де пайдасы тисін. Менің каналымда маған әрқашанда қолдау көрсетіп отыратын оқырмандарыма үлкен рахмет. Сіздерге әрқашанда пайдалы болуға тырысамын.